Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сүтке екі ғана зат қосу арқылы үй жағдайында осындай дәмі өте керемет сыр жасаймыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар, мен бұл сырға магазиннің осында 3,2% сүтін қолдандым, және де бұл жерде мен сақталу мерзімі ұзақ сүтті алып қойдым, бірақ сіздер сақталу мерзімі қысқа, яғни 5-ақ күн болатын сүтті таңдаңыздар. Енді сүтімізді осындай қалың қазанымызға құйып аламыз, 2 литр сүтті, және де сәл ысытып аламыз, бірақ қайнап кетпеу керек. Одан кейін суымызға осындай 90%-тік бір ас қасық уксус қосамыз, 100 мл суға араластырамыз да, сүтіміз 90 градустай болған кезде осылай осы уксуспен су араласқан суымызды газдың астына осылай жай қойып қоямыз. Мінекей жаймен қоса отыра араластырамыз. Бірден қосып жіберге болмайды, шетінен аз-аздап қосамыз. Араластырып отырамыз міндетті түрде. Барлығын қосып болғаннан кейін 10-15 минутқа астын жай қылып қойып қоямыз. Сонда өзі сүттің сары уызы бөлініп, мінекей осындай болады. 10-15 минуттан, яғни 15 минуттан кейін астын өшіріп, 3 шай қасық тұзымызды қосып араластырамыз да, сәл суығаннан кейін осындай таза ақ матамызды алып сүзіп аламыз. Мінекей дәл осылай сүзіп аламыз. Одан соң суын ағызып аламыз. Суын ағызып болғаннан кейін осыны бір өзіміздің әдемі пішінге келу үшін формаға немесе кез келген кішілеу ыдысқа салып, үстін ауыр ыдыспен немесе 1 литрға су құйып басып қоямыз. Мен осындаймен басып қойдым шелекпен, одан кейін бұның үстіне тағы да 1 литр су құйдым. Сонда өзінің формасына келеді. 1-2 сағаттан кейін алып, осындай пищевойға орап қойдым, холодильникке бір түнге қалдырып қойдым. Мінекей достар, үй жағдайында да дәл осындай дәмі өте керемет сыр жасауға болады. Ең бастысы майлы болып шықпайды, таңғы асқа жасап көрсеңіздер өте керемет болып шығады. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Баршаңызға ас болсын.